Рұқсат болса, сіздерге аздаған уағыз айтып берейін. Ешқашанда қайғырма, себебі тағдыр кітабы жазылып, жабылып қойылған. Әрбір істе тағдырға жазылғаны болады. Шын мәнінде сенің қайғыруың ештеңені тездетпейді, кешіктірмейді, азайтпайды да, көбейтпейді. Қайғырма, себебі сен қайғырып, заманның тоқтауын, күннің бір орында тұруын, не сағат тілін артқа қайтаруды, артқа қарай жүруді қалап тұрсын. Ал бұл мүмкін емес. Қайғырма, себебі қайғыру ауа райын бұзып, суларды толқындатып, аспанды бұлыңғырландырып, жасыл желек бау-бақшалардағы жайқалып тұрған әдемі гүлдерді сындырып, қиратып тастайтын дауыл тәрізді. Қайғырма, егер сен кедей болсаң, қарызға батып жатқандар қаншама. Егер сенде көлік жоқ болса, басқаларда тіпті аяқта жоқ қой. Егер сен бірер аурудан күйзеліп жүрсең, неше жылдан бері төсек тартып жатқандар да бар. Егер сен бір балаңды жоғалтқан болсаң, біл, жол апатынан бірнеше баласынан айырылып қалып жатқан